Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 2-ші сынып 114-ші сабақ. Бүгінгі сабақта етістікке байланысты берілген жаттығуларды орындаймыз. Яғни етістік тақырыбын қайталаймыз. 42-ші жаттығу. Мәтінді қатесін түзеп көшіріп жаз. Адамдар ғарышқа ұшуды армандайтын. Бұл жердегі қате ұшуды деген сөзде у емес о жазылады. Бұл арман орындалды. Ғарышқа алғаш рет Юрий Гагарин ұшты. Бұл жердегі қате Юрий Гагарин адамның аты болғандықтан бас әріппен жазылады. Дара етістіктердің астын сыз. Дара етістіктер бұл жерде армандайтын, орындалды және ұшты. 43-ші жаттығу. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, тұңғыш қазақ ғарышкері тақырыбына әңгіме құрастырып жаз. Тірек сөздер 1991 жыл, 2 қазан, тұңғыш рет, Байқоңыр, ғарышкер, Тоқтар Әубәкіров, ғарыш айлағы, ұшты, әйгілі болды. Тұңғыш қазақ ғарышкері 1991 жылы, 2 қазан күні Байқоңыр ғарыш айлағынан тұңғыш рет ғарышқа қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ұшты. Осы сапардан кейін ол әлемге әйгілі болды. Келесі тапсырма Қазақстан ғарышкерлері туралы дерек көздерден біліп ал. Талғат Мұсабаев әлемнің 309-шы ғарышкері. Ұшқыш Талғат Бигелдиновтың жолын жалғаған ол бір айда 5 рет, яғни 30 сағат 8 минут ғарыш кеңістігіне сапар жасағаны үшін Гиннестің рекордтар кітабына енді. Суретте берілген бізде ұшқыш Талғат Мұсабаев. Берілген суретте балалар бізде Қазақстанның ғарышкерлері, яғни бірінші, сол жақтан бірінші тұрған бізде Тоқтар Әубәкіров, ортасында тұрған Талғат Мұсабаев, оң жағымызда тұрған Айдын Айымбетов. 44-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, мақалдарды көшіріп жаз. Жалқаулық аздырады, еңбек оздырады. Ақылды білімге тоймайды. Шығармашылық үзіліс. 45-ші жаттығу. Кестеде берілген тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екенін дәлелде. Бірінші тұжырым: етістік заттың атын білдіретін сөз табы. Бұл тұжырым қате, яғни жоқ деп жазамыз. Заттың атын білдіретін сөз табы ол зат есім болып табылады. Екінші тұжырым: сұрақтары не істеді, қайтты, не қылды. Бұл тұжырым дұрыс, иә деп жауап береміз. Мысалы дәлел келтіретін болсақ, жазды, не істеді, жазды. Үшінші тұжырым: балалар аулада ойнап жүр. Дана мен Мирас дойбы ойнап отыр. Мен де ойынға қосылдым. Мәтіндегі етістіктер ойнап жүр, ойнап отыр, қосылдым. Бұл тұжырым дұрыс, иә деп жауап береміз, себебі етістіктің сұрақтарына жауап беріп тұр.